Сәлем достар, бүгін біз сіздермен чак-чак пісіретін боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ең оңай рецепт. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, ұн, ас содасы және де осындай сгущенка керек болады. Ең алдымен біз 2 жұмыртқамызға осылай жарып аламыз. Үстінен біраз қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп барып осылай қамыр илейтін боламыз. Қамыры не жұмсақ немесе қатты болмауы қажет. Орташа қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеп болған соң 15-20 минутқа осылай бетін жауып салып қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болып қалыпты. Енді осы қамырды жақсылап жайып алатын боламыз. Мінекей біз қамырды жайып болдық. Нәтижесінде осындай қамыр шықты. Енді осыларды бөліктерге бөлетін боламыз. Мен кубик қылып кесемін деп шештім. Осылай жұп-жұқа етіп жайылған қамырымызды кесеміз. Табамызға майымызды құйып, жаңағы кесілген чак-чактарымызды ыстық табада пісіретін боламыз. Бірден көп салып жібермеңіздер, өйткені бұл піскен сайын ісінетін болады. Осылай пісіріп аламыз да сгущенканы араластырып қоямыз. Барлығын осылай жеке-жеке пісіріп аламыз. Сонымен бізде чак-чактар дайын болады. Ең оңай әрі дәмді рецепт. Қонақ келгенде жасасаңыздар болады. Ескерте кететін жағдай, араластырылған кезде езбей чак-чакты сілкіп қана араластыру қажет болады. Осымен біздің чак-чагымыз дайын болды. Мінекей каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.